Біздің зертханада дәл қазір істеп жатқан нәрсе, менің ойымша, тұңғыш рет кибернетикалық жүйелерді, киборгтарды құрудың алғашқы қадамдары. Білесіз бе, көптеген жылдар бойы ғылыми фантастикадан оқып келген нәрселер ақыры жүзеге аса бастады. Өмір бойы ампутациядан кейін мен қазіргідей деңгейде боламын деп ешқашан ойламадым. Менде өз денемді құрастыру мүмкіндігі бар және бұл менің арманым болатын. Дене мен робот арасындағы үзіліссіз байланыс орнатудың нәтижесі мүгедектіктің алдын алатынымызды білдіреді. Менің атым Мэверт Лоусон, мен MIT-дің медиа зертханасында ғылыми ассистентпін. Мен өзімді сонау бір өнертапқыш деп атамас едім, бірақ мен әртүрлі заттарды жасағанды ұнатамын. Және мен басқа жағдайда қолымнан келмейтін нәрселерді көруге, сезінуге және тәжірибе жасауға мүмкіндік беретін нәрселерді жасағанды ұнатамын. Мендегі туа біткен маймақтық сүйектерімнің әлсіз болуына әкеліп соқты. Тіпті жол шегіне шығып кетуден аяғымды сындырып алу қаупі болды. Бірде мен қара жолда аюдан қашып бара жатып, тасты басып, аяғымды сындырғаным есімде. Бірнеше жыл бұрын әйелім екеуміз баламыз Август дүниеге келетінін білдік. Мен баламды туылғаннан кейін өзім алып кетуге, жүгіріп, соңынан қуып ойнауға мүмкіндік беретін реконструктивтік операция жасаттым. Операциядан кейін мен сауығып кетпедім. Аяғым мүлдем нашарлады. Ал хирург ампутация сіз үшін ең ұтымды шешім болады деп ойлаймыз деді. Бұны естіген мен өз кеңсемде мылқау болып отырғанымда, менің бір үлкен тәлімгерім келіп, қолымнан ұстап алып, жетер деді. Ол мені ертіп алып, төменге Хьюгердің зертханасына апарды. Менің атым Хьюгер, мен MIT профессормын және биомехатроника деп аталатын зерттеу тобын басқарамын. Біз денеге механикалық және нейрондық түрде бекітіліп келетін роботтарды жасаймыз. Біз сол күні Эвереттпен кездесіп, оған Юинг ампутациясын жасаудың пайдасы тиетінін анықтадық. Бұл эксперименталды ота ампутацияны жүзеге асырудың нағыз бірегей тәсілі. Дәстүрлі ампутацияда сүйекті кесіп қана қоймайды. Сонымен қатар барлық бұлшықеттер мен сіңірлерді де кеседі. Юнг процедурасында бұлшықеттердің барынша көп бөлігі және бұл бұлшықеттердің сіңірлер арқылы байланысы сақталады. Менің аяғымдағы бұлшықеттер сақталған, яғни бионикалық аяқпен тікелей жүйке бұлшықет интерфейсі мүмкіндігі бар. Міне, мен биомехатроника зертханасымен байланысымды осылай бастадым. Менің атым Мэтт Карни, мен биомехатроника тобындағы PhD кандидатымын және бионикалық тізе мен тобықтарды құрастырумен айналысамын. Мен биологиялық көрсеткішке мүмкіндігінше жақын, тіпті асып түсу үшін шын еңбектенемін. Эвересттің жағдайындағы қызықты жайт, роботты тікелей басқаруға мүмкіндік беретін, дәстүрлі операцияда сақтала бермейтін нейрондық жолдарды сақтайтын ампутациядан өткендігі. Бұл қалай жұмыс істейді? Менің аяғымдағы бұлшықеттерден шығатын сигналдарды оқитын сенсорлар бар, және ол сигналдарды бионикалық аяқтың ішінде механикалық қозғалысқа айналдырады. Мәселен, мен аяқты төмен қарататын бұлшықетті қатайтсам, ол қозғалысқа тікелей айналады. Range of motion for the dorsiflexion feels really good. It does? Yeah.
Мен Мэттің роботтандырылған тобығын бірінші рет көріп, басқару элементтерін қосқаны есімде. Мен бұл роботтың денеме бекітілген механикасын көрмедім. Менің көргенім денемнің аяғымның ұшына дейін жалғасқаны және қозғалыс туралы ой мен қозғалыстың пара-пар болғаны. Бұл расында керемет. Alright, so you can put it on. We'll try it out. We'll tune it up a little bit. I need a little bit more resistance. On heel strike. Well, yes, more dampening for heel strike. How does it feel? I just made it That's way better. quite a bit stiffer. Yeah. Мэттпен және топпен субъект ретінде жұмыс істеу мен үшін өте қызықты жағдай. Бірақ мен де инженер әрі өнертапқышпын. Сондықтан өз жүйелерімді де әзірлеумен айналысамын. Ойларымды қозғалысқа аударудан гөрі мен сенсорлық кері байланысты қалай алатынымды қарастырамын. Сонымен мен бұл эксперименталды операцияны жасаттым. Ол менің аяғымның көптеген бұлшық еттерін, сондай-ақ жүйке жүйесінің бөліктерін сақтап қалды. Және мен аяғымда үлкен саусақты, кішкентай саусақты, өкшесін, аяғымның ортасын шамамен сезетін ерекше орындар бар екенін түсіне бастадым. Содан бері мен осы сезімдерді зерттеу үшін прототип құрастыра бастадым. Соңғы 48 сағат ішінде мен сенсорлар жиынын құрастыра алдым. Олар менің протезімнің түбіне дейін барады. Олар менің қалған аяғыма сигнал жібереді және жанасу сезімін беру үшін терінің бетіне аздап электр тоғын жібереді. Мысалы, мен төмен қарай қолымды созып, оны ұстағанда кішкентай бармағымның сезгіштігі пайда болады. August, do you want to come help Papa? Do you want to help me do science? You want to tickle the bottom of Papa's robot foot? Oh, on the bottom, all the way on the bottom. Sister. I'll push that one. Whoa, I feel that. Can you push other buttons? You're touching my pinky toe and my big toe. It actually really tickles. I hadn't thought some of this all the way through. Oh, that's live wires. Август екі жақты маймақтықпен туылған болатын. Менде болған жағдай бірақ екі жақты. Өзіңіз білетіндей, ғылым көп өзгереді. Және бұны түзету үшін емдеу жасай алады. Бірақ жерде әке ретінде отырып, ұлыма қарап түсінетінім, бионикалық мүшелерді жасауға ынтам оның өскенін қалайтын әлем туралы ойлаудан келгені. Сіз білесіз бе, қазір 2019 жыл және менің ойымша адамдар мен роботтарды жалғайтын уақыт келген секілді. Бұл зертханадан күтетін бір үміт. Біз жасап жатқан нәрселер адам ағзасының мүмкіндіктерін арттыруға септігін тигізеді. Күндердің бір күнінде бұл жай ғана сіз мүшеңізден айырылдыңыз, өте өкінішті, мінеки протез емес, керісінше мен мүшемнен айырылдым, енді не жасай алатынымды қараңыз деген секілді болады. Менің денемнің жаңа роботтық кеңейтілімі бар. Демек бұл менің мүмкіндігім әлдеқайда көп екенін білдіреді. Біз қазір жасап жатқан нәрселер менің киіп жүрген прототипім тек бастамасы ғана. Меніңше бұл ешқашан тоқтамайды. Бұл бір нәрсені жасайтын роботты құрастырып, әрі қарай кете беру емес. Бұл менің өмірімдегі тоқтаусыз ізденіс болғалы тұр. What? To the future!